Recording in progress. Алло. Ja, keer. Баста берейік ақырындап, Сәлеметсіз бе, Нарын ауылдық округтың тұрғындары. Бүгінгі жиынның тақырыбы Талдықорған Қалбата Өскемен 287 073 километр А3 республикалық маңызы бар автомобиль жолын қайта жаңарту үшін пайдаланылатын Абай облысы Аягөз ауданында орналасқан КДС-7 учаскесінде қорларды қалдығын өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарын жоспары сізге ұсынып жатырмыз. Жиналысты бастамас бұрын біз хатшыны төрағаны және хатшыны сайлап өту керекпіз. Төраға ретінде әкім мырзаны ат жөніңізді айтыңыз. Я. Можете поставить камеру ровно, чтобы жителей было видно? Все видно. Рахмет. Төраға ретінде әкім мырзаны ұсынамын, ат жөніңізді айтыңыз. Осман Жалил Әбділқадырұлы. Және хатшы ретінде өзімді Мубараков Рүстем Габиденович, жеті жүрқойның атқарушы директормын. Хатшы мен төрағалыққа ешкімге қарсылық жоқ па? Дауыс беруге сұраймын. Жоқ. Жиналысты қазақ тілінде өткізуге ұсынамын. Қарсылық жоқ па? Регламентті айта кетейін. Қоғамдық тыңдауларды ашу 5 минут, баяндама оқу 10 минут, сұрақтар, жауаптар 15 минут болсын. И қорытынды жасау 5 минут. Регламентке қарсылық жоқ па? Жоқ. Енді төраға мырза, қоғамдық тыңдаулар ашып жіберсеңіз ме? Оқып шығыңыз сіз. Сәлеметсіз ме, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылары. Мен есім Осман Жалил Әбділқадырұлы, Нарын ауылдық округ әкімімін. Қазақстан Республикасы экология заңнамасына сәйкес СИТИК компаниясының Талдықорған Қалбата Өскемен 287-277 километрда республикалық маңызы бар автомобиль жолын қайта жаңарту үшін пайдаланылатын Абай облысының Аягөз ауданында орналасқан КДС-7 учаскесінде қорлардың қалдығын өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша жиналыс өткізіледі. Толық оқып берейін бе? Енді ашық деп жарияласаңыз болды. Осы тау-кен жұмыстарын жоспары бойынша жиналыс ашық деп жариялаймыз. Рахмет сізге. Келесі регламент бойынша баяндаманы мен оқып шығайын. Не үшін кімбіз, не үшін келгенбіз жалпы. Мына өзіңіз бересіз бе? Таныс болсын. Ал? Картасын бересіз бе? Картасы шығарған жоқ, мына ноутбуктың келістіру. Мына Алматы Өскемен 287 073 километрдегі осы Нарын округта Аягөз ауданында Абай облысында орналасқан КДС-7 деген топырақ учаскесі біз қазір жиналысқа шығарып отырмыз. Бұл жиналыстың инициаторы City Construction деген компания, жолды салып жатқан бас мердігері. Жобаны әзірлеген ТО жетісу жер қойнауы, яғни біз
екі өкілі де осы жерде тұр. Енді мына топырақ карьері жалпы оның ауданы 7,85 гектар болып табылады. Ол карьер 2019-да барлау жұмыстары аяқталған, барланған. Топырақтар жарамды, сол үшін оны қазір ұзартуға беріп жатырмыз. Яғни баяғыда рұқсат өндіруге болған, бірақ бітіп қалғанда оны қайта ұзартуға. Аяқта 2023-те ма, сол кезде. Қазір көрсетейін. Мына топографический картада көрсетейін сізге нақты орналасқан жерін. Яғни бағана айтқандай, қазу мерзімі 1 жыл болып табылады. Мына 30 қарашаға дейін, осы жылдың 25-іне. Ол КД-7 орналасқан жері, картада қарап отырсаңыз, Қызыл Қура деген өзеннің қасында, яғни 3-ші Дорстройдың пикетінде, осы жерде орналасқан. Зират жоқ мына жерде. Ауыл, ең жақын ауылы Шыңғожа ауылы болып табылады да. Шыңғожа ауылы қай жерде карьер? Шыңғожа ауылы орналасқан және КД-7. Негізі алыс бір оңтүстікке қарай, Артқа бір айға қарай. 17 километр қашықтықта орналасқан ауылдар. Енді қысқаша технологиясын түсіндіріп кетейін. Ашық түрде карьер болады, экскавационный әдіспен қазады оны. Алдымен өсімдік қабатын сырып тастайды порттарға, яғни өсімдік қабатын пайдалануға болмайды құрылысқа. И тек топырақты алады. Сол топырақты алып болған соң, ана жақта шұңқыр болып қалады. Оны толтырмайды ешкіммен, бірақ 30 қараша айынан кейін, яғни рұқсаты біткен соң, оны рекультивация жасайды, яғни қазақша айтқанда қалпына келтіру. Не істейді ол кезде? Техникалық рекультивация және биологиялық техникалық рекультивация. Борттарды 10 градусқа дейін тегістейді және өсімдік қабатын қайта үстінен жайып қойып, тегішпен бәрін прикатқа жасайды. Енді қысқаша айта кетейін, City Construction шет мемлекет компаниясы болып тұрған соң, Қытайдың компаниясы, оған рұқсат ретінде беріп жатыр жер қойнын пайдалану құқығын. Яғни бізде Қазақстанда 3 түрі бар ғой, жер қойнын пайдалану: контракт, лицензия және рұқсат. Контракт, лицензия ол коммерческий негізінде алынған документ. А рұқсат ол тек қана осы жолға пайдалану. Талдықорған, Қалбатау, Өскемен деген жол, республикалық маңызы бар. Басқа мақсаттарда осы топырақты, яғни кен қазбаны пайдалануға болмайды. 1 жыл қазылып, 30 қарашаға дейін. Сосын рекультивация жасайды, 216 бапқа сәйкес жер қойнын кодексін. Енді қоршаған ортаға екі кері әсері болып табылады. Ол шаңдату және қатты тұрмыстық қалдықтар, құрылыс мусоры. Шаңдату мәселесін бізде проектте водовоз қарастырылған, яғни айналасын бәрін шаңдатуның әсерін азайту үшін бізде водовоз жүріп су себу керек. Сондай іс-шара ғана қарастырылған. Ал қатты тұрмыстық қалдықтарды темір контейнерге жинап, аузы жауылатын мамандырылған организация утилизация салу керек. Енді қысқаша айтқандай, мен баяндамам аяқталды. Егер мен бір нәрсені айтпай кетсем, егер сіз бір нәрсені түсінбесеңіз, орналасқан жері түсінсіз болса, айдың тұсына қарай ғой, 17 километр Шыңғожадан, прямо по трассе. Оны қайда қолданылады? 7-ші участок City Construction пайдаланады. Ал енді бар ғой, соны қолдануға пайдаланды, енді жасап жатыр, стоянкаларды, соны неге маңайына су шашпайды? Жолдың өзіне, карьердің. Су шашпайды. Вообще мен столовойым бар, ана жерде тұр. Су деген вообще жоқ. Әкеледі, машина келіп тоқтайды, көтереді. Сұрақ жауаптарға, регламент бойынша сұрақ жауаптарға көшейік, ат жөніңізді айтыңыз.
Сөз айтып жүрсіз де және сұрақ қоя беріңіз. Сіз сұрақ қойдыңыз ба? Мен Ақымжанов Ерлан, Дәулет Қазұлы, кәсіпкер. Жауап берсін. жұмыстарға дейді жаңағы кафелер ғой Иә, ана адам тамақ ішеді ғой, соны шаң бәрін басады соның айналасын қазір стоянка жасап жатсыздар ғой сіздер сол жерге неге су шашып кішкене шаңдатпай қауіпсіздік шаралар сақтамайды деп бұл енді бірінші бұл сайттық ана жұмыстың тығыздық байланысты негізгі планда күнделікті істеген жерге шашылады дейді бірақ артынан егер де су шашылған су жетпесе онда қайтадан себеді дейді. Жоқ қой, мен 3 күн болды сендердің жандарда жүрмін ана жерде. Вообще су деген жоқ қой, қазір кеп төгіп жатыр, кетіп жатыр. Онан кейін еще ананы жасағанда да білмеймін енді қалай жасайды. Сендер бүйтіп кім істеп кетті ананы, мысалы құр заезд ғана мына жағынан кіреді, мына жағынан кіреді заезд болды. Ананы алды шаң, ана заездбен келіп тоқтайды да қатты келіп ана жерге торын жіберген кезде бірақ аспанға көтеріледі. Анау енді білмеймін енді қалай екен. Ананы да былай келді ма, заезд кірді ғой, кіргеннен кейін мен алдыма келіп тоқтайды, шаң ана жер. Енді соны асфальттау керек қой, біраз болсын кішкене ғой. Енді анаған келгеннен кейін оны мен ұқтым, қалай екен. Ол асфальтталмайды деп естіп жатыр. Это он душ, я не буду делать, а он душ, ничего. Функциональный комнате ничего. Надо что-то так и там ана жерде қырқыншы деп түсіндірші бауыр Онан кейін ана 52-ні істеп жатыр, ол жерде адам баласы тұрмайды. Бәрі мен жерге келеді, ана жерде бастау бар менде. Суға келеді ана жерде халық. Бәрі сол жерге келеді, ана жердің бәрі бөлісті мені құрып. Бұл стоянка сол сияқты үлкен техникалар тоқтайтын асты нелерде бұл чертежбен планмен басында план қалай берілді, солай жасалады. Мысалы бұл әр жерге жасай беретін зат емес ол. Ол жерде әр проектпен болады. Проектте қай жерде болады, Жоқ, ол проект жасалған бізге келмеген енді. Қалай проект жасалған ана жерде? Мен қоймын, анау ен далаға апарып жасалған. біз мысалы қазақтың жол бізге Recording in progress. сол кісілердің нақысын проект жасаған проектті сызған кісілер. Жоқ, ол сызылып өтіп кетті ғой, проект уже 6-7 жыл өтіп кетті ғой. Оны сол кезде неге осылай жиналып, осылай жиналып, неге жасамаған? Жергілікті кісілер біледі ол кісілер. Бізге қалай чертеж проектті береді, солай жасаймыз. Одан артық жоқ қой. Жоқ, проект оған жаңа экология кодекс енді ғой 21 жылда жаз айналарда. Сол кезде сондай кіргізді, халықпен обсуждение жасап кішкене кейін. Жоқ, кіргізді. Ал енді мына жақтан кіріп, бір 5 метрден кейін бітіп қалады асфальт. Ана стоянка вообще жоқ асфальт. Жол туралы ма сұрақ? Жол туралы ма сұрақ? Ана жерде түгел кафе, бүкіл немене бастаудың бәрі сол жерде, халықтың бәрі сол жерге келеді. Міне бүкіл әкімдіге дейін білетін. Әкімді білесіңдер ғой енді, кім ешқай жерге тоқтамайды, сонда тоқтайды. Ана одан менен ары қарай бір 10 шақырым жерді асфальттап қойыпты, жарқыратып. Оған неменеге асфальт жайып қойған немене ол жерге? Оған адам баласы айналасын хотя бы сәл асфальттап берсе и су шашып берсе деп тұрған. Ол жерде проектті қалай беріледі мысалы? Асфальт болады десе асфальт болады, свет болады десе свет болады, туалет болады десе туалет. Проектті қалай болады? Солай ғана жасалады. Проектімен аттап өте алмаймыз дейді. Проектті енді келіп жатыр ғой, технозорлар тексеріп жатыр. Ол жерде әрсіз адамдар бар. Хотя бы сол кафенің айналасын жиі суарып тұрыңдаршы. Жоқ, енді сіз басшы болсаңыз, жоғары болсаңыз, ана жерде бар ғой, асфальттау керек. Мен басшы емеспін, мен жобалаушымын. Қайда ол? Жоқ, енді басшысы қайда екен оның? Олар қолынан келмейді ғой. Оларға айтты. Проект жасалып кетті. Бұлар чисто қолдарында. Жоқ, ол проект жасағанда сендерге келмеген ба? Медет. Медет келмеген ба сонда? қайдан? Осында. Келді ғой деген. Жоқ, сонда неге айтылмаған? Айтылған ғой, бәрі айтылған. Мен сұрақ қойса болады ғой? Қойды ғой, қой. Түсіп медет Атжан ауыл тұрғыны. Неше рет описан случайда менің кезімде мен ауылдың әкімі болдым. Сол кезде неше рет өткізілген болатын. Енді қазіргі таңда карьерлар осы
біздің ауылдық округта 4 карьер орналасқан. Енді қазіргі таңда зираттың жанына, бетон базың жағына топырақ, мына жақтан тасты алып жатырсыздар, алып болды ғой деймін. Мен өзім ойымша, енді болды ғой, жұмыстар болып қалды. Енді сол кезде айтылған болатын, қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі деп. Енді сол күйінде қалып қоймас, қазіргі таңда карьердің бәрі суға толып тұр. Ертең сіздер келіп кеткеннен кейін, жұмыс біткеннен кейін, ол жерге мал, ауыл тұрғындары малмен айналысып отырғандықтан мал түседі жаңағыдай ол жерлерге. Сол себепті сол жерлердің барлығы көміліп, басында осы Рүстем өзіңіз қатысқансыз. Сол жаңағы карьерлардың бәрін қалпына келтіру жұмыстарын жүргіземіз деп айтылған. Сол уже осы бастан басталып, өйткені ертең бұл кісілердің техникалары келіп кеткеннен кейін, ол жерді ешкім жаппайды, сол күйінде қалып қаупі бар дегенім ғой. Сол себепті осы бастан сол жерлер жасаса, содан кейін тағы бір енді жолға байланысты мына жерде ситик өкілдері отыр. Ең бірінші кадастроймен жасалды ғой, енді білеміз ол 2017 ма 2018 жылы ең бірінші осы жол басталар кезде қоғамдық тыңдау өткізілген болатын осы Нарын ауылдық округінде. Барлық ауыл тұрғындары осы мәдениет үйіне жиналып, сол кезде айтылған қазір недоразумение болып жатыр екен. Кеткен әкімді кінәлап, мені кінәлап жатыр екен. Ол жерде мынандай болу керек болған, мына жерде негізі ауылдың ішінен өту керек болған бұл жолды. Ауыл әкімі мен ақсақалдар қарсы болып айналдырып тастаған екен деп жаңа недоразумение болып жатыр. Сол сияқты проектті, біз проектке қатысымыз жоқ, проект ол баста жасалып кетті. Айналма жол ауылдың сырттан өтеді деп айтылған. Біз сол кезде Нұртай Салихұлына Сабильяновқа хат жазған болатынбыз. Ауылдың ішімен бұрынғыдай өте берсін, жолды сол қалай қалдырайық деп ауыл тұрғындары 71 адам қол қойып біз хат жіберген болатынбыз. Атамқұлов ол кезде жол индустрия және жол министрі сол кездегі Атамқұловқа да хат жазған болатынбыз. Ол кезде бұл автомагистрал барлық республиканский трассадағы жолдың бойындағы барлық жол осы айналма жолмен Шпик сияқты, мына жақта Шарал, басқа да ауылдық округтер сияқты барлығы сыртын айналып өтеді деп айтылған болатын. Қазір халық кеткен адам, конечно, кінәлап жатыр деп мен естігеннен кейін бұл жиналысқа қатысайын деп отырмын. Біз сол кезде Сабильяновқа да басқа комитет төрағаларына да хат жазылған. Ауылдың ішімен бұрынғыдай өте берсін, стоянка бәрі ауылдың ішінде болсын, жаңағы автобусный неменелерде осы жерде болсын деп айтылған болатын. Бірақ енді ол кездегі проекті осылай деп айтылды. Сол жарайды, ол жердегі проекті қазір сіздер тыңдап отырсызшы, сіздерге сұрақтар. Сол кезде біз енді мына жерде трассаның биіктігі қазір енді мына тасты жарды ғой, камень жарды екі жерден, сол биіктікте аламыз деп басында айтылған. Сол кезде біз не биік отыр ғой, 7,5 метр биіктікте бізге көпір керек екі жерден, жоқ дегенде екі жерден, өйткені біздің шөп өтеді, малдар өтеді, алыстан көпірін салыну керек деп біз сол кезде қозғағанбыз. Бірақ сол кезде мен сұрақ қойғанмен жәлелге мен беріп кеткем, хаттамалар барлығы бар. Сол кезде менің қойған сұрақтардың барлығы қарастырылмай, сол проекттен ауытқу болды да, қазіргі таңда жол көтерілген жоқ, сол бетте үстімен өтіп жатыр. Бірақ жаңағы мал өту қауіпсіздігі жаңағы қиын болып тұр да қазір. Шынын айтқанда қой өтеді зират жақтан, мына жақтан оңызда жақтан сиырлар, малдар өтіп жатыр. Сол сияқты көпірлер қарастырылмаған ол жерде. И жаңағы үстімен өткен кезде қауіпсіздік шаралары сақталмай жатыр деп өзім айта аламын. Енді қазіргі таңда ауыл тұрғындары рас па, недоразумение. Енді ол біздің проектировщик біз емес, оны дұрыс түсініңіздер, акимат емес, бұл жерде акиматтың қатысы жоқ. Акимат жаңағы осы сияқты общественный слушаниеда айтылады, көтеріледі вопростар, хаттамаға толтырылады. Бұл жерде заказчик қазақты жол заказ беріп отыр. Бұл жоба 2022 жылда 23 жылда өтіп болған, бірақ әлі созылып жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сол себепті енді сіз жаңағы начальник участка ситиктің Иван мырза келіп отыр ғой. Сен атың кім еді бауыр? Ербол. Сіз Ереке өзіңіз түсіндіріп айтсаңыз, бұл проекті жаңа қазақты жолдың жаңағы о баста жасалған проектісін жасалып жатыр. Біздің енді мына рахмет, ауылдың ішіндегі жол негізі проекті жоқ болған, ауылдың іштерінде жол жақсылап жасап берді. Енді мен өз ойым жаңағы жерлерге хотя бы сетка ма, ана жақта малдар өтетін жаңағыдай жасалып берілсе, жаңағы енді мал өтуіне қауіпсіздік или лежащий полицейский қойып тастайын ба, сол жақтарға мал өтетін жерлерге өзі көрсетіп берсе, міне ауыл әкімі отыр ғой, ал қай жерлерден малдың өрісі бар, қойлар өтетін жерлері бар, қой кезетін, сиыр өтетін жерлерге, сол жерлерге хотя бы малды техникалар жақындап қалған кезде
акырындайтын дейш мал өтөтүн жерде. Өйткөн мал кагуу окуйгалар тиркелип жатыр го. Анда мына мындай жакында кыса өрөмүздө болду элебетиш боюнда. Сол себептен сол жерлерге лежащий полицейский мен Лежащий полицейский ме? или Магистрат. знак или знактар коюп тастау керек жанагыдайч деп өзүбүздүн усунус. Мал знактар жеткизип алсын аны. Түсіндіріп берші. Түсүндүрүп берши. Я сондай әңгіме болды ана тыста бір Қазавтожолдың адамдары келді ғой, Улан Байтөлепов тағы ана технадзор қазір семейде бәрі қыста болды сол жиналыстағы 24-те ма сондай. Тура мал өтөтүн жерден кәдімгі ограничение коюлуп Бұл ана бірінші кәрені бана кәрені айттыңыз ғой. Кәренің жұмысы бұл айтқан қалпына жеткізіп береміз дейді. Қалай ол кәренің алысы. Екінші бана қандай мәселе айттыңыз? Ол болды ғой. жол мәселесі жанагы енді сіздер айтылды ғой ең бірінші Ішінен өту керек. ауылдың ішінен өту жерде енді ол Қазавтожолдың ең басты проекті автомагистрал бұл бүкіл ауылда саттайын деп тұр. Ол жерде проектімен кетіп тұр ғой, бұл кісілерде де шама жоқ қой былай айтқанда. Біз соны айтамын да, бізден көріп отыр да қазір енді. Кісілер былай айтқанда чертеж қалай болды, план қалай болды, солай жүреді мысалы. Бірақ осылай істейді десе, осылай бүйтеді. Орындаушылар ғой мына. А проектті жасаған Заказ берген кісілер ғана аналарды айтамын. Аналар өтетінде болмайды. Мысалы ертең ана жерде бастаудан су ағып жатыр, бүкіл халық келіп су ішеді ана жерде. Ана жерде шаң мысалы ана асфальттау керек қой, бастауға дейін асфальттау. Қазавтожол бұл жерде енді негізгі ұсынысты сол жаққа жолдаған дұрыс деп ойлаймын. Жоқ, хаттамасын Қазавтожол беріле ма? Ол кісілер қалай талап етеді бұл кісілерге? Бұлар сол айтқан істейді. Остановка жаса десе остановка мысалы. Жол бөгетіп болсын, адамна бағанағы сіз анаңыз айтқандай мал өтетін жердің қауіпсіздігі бәрі ол кісілер бұларға қалай айтылады, солай жасалады негізгі түрде. Бұл кісілер олар шерт мысалы жеке өздерінің планымен бір жерге салып жасай алмайды өздерге. Ол жерде құқық Қағазда не бар? Балалар мысалы істейді, соны артық аттай алмайды ол жерде мысалы. Планда жоқ десең, проектіде жоқ нәрсе істемейді бұлар. не бар соны жасайды. Қағазда не бар? Қағазда қалай? Соны айтып жатырмын мен сендер проект о баста проекті қалай жасалып кетті, енді біз оны өзгертуге хат жаздық деп отырмыз, ұсыныс бердік, министерствоға да жаздық, депутатқа да жаздық, ауылдың ішінен өте берсін деп. Бірақ рахмет, ауыл үшін жасап бердіңіздер ғой, енді ауыл үшін жасап бердік. Просто соны айтып Хатқа жауап болады ғой. Жауапта не жазылды? жауапта сол айтылды. Автомагистрал республиканский значение раз Государственный проект Өзгертілмейді. ауылдың ішінен өтпейді деді. Проект жазған Скотопаркон туралы. Біз сол кезде былай көтергенбіз проекциялық техники, скотопрак барлық қарастыру керек. Олар ойлайды да, қаладағы сияқты деп жүр ғой. Мына жерде қайда қара, ана жерге бордюр қойып жатыр, иә. Бордюр қойып жатыр, ертең бордюрдың көкесі қарсыдан Ауылдың адамдары малмен өмір сүреді ғой. бордюрды қойып жатыр, білмеймін ана жерде. Қарышта ертең. Ертең бордюрды қопарады, ертең қар ұстағаны көкесі сөгеді болады. Мен білмеймін аларны. Біз өзіміз жұмыс істесек, жұмысшылармен ақылдасып істейміз, сол сияқты оларды ақылдасу керек қой. Соларды айтып жеткізіп. Ереке анакысын көтеріп отырғаны. Не себепті жаңағы немелерді көп қойып отыр деп отыр ғой жаңағы. Бордюрлар. Бордюрларды қойып жатсыңдар ғой, мысалы мен алдыма бордюр қойып жатсам, оның ана бордюрдың ортасына не машина сыймайды ана жерге. Бұл қанша? 2,5 метр ғана ғой деймін. Оны неменеге қойып жатсыңдар ана жерге? 所有他反映这个问题都在，然后给社区他们来做质量设计，我们质量做，我们没有权利，然后在哪些设施在做这种一个改变。 Неменеге қойып жатыр ол бордюр? Ол жерде бұланда не бар? Бордюр ол светтің несі, светті қоршаған несі ол бар. Екінші ол жерде бордюр екі жағында адам жүретін жер ғана бар. Ол планда қалай бар? Солай жасалып жатыр. Ол неменеге қойып жатыр деймін ол жерде? Ол жерде адам жоқ қой ол жерде жүресің. Ол неменеге жасап жатыр? Ақша шығарып. Одан да ана асфальт тапсасын адам болды. Бетімен бет тап-таза ona бордюрға бәленбай миллион ақша. Оны
бізге заказ берейік. Сол адамда мен айтам шақырыңдар тағы біреулерін. Ол немеге бәлембай миллион ақша шығар бұл. Бар жол бойында тұр бұл жылдар. Қазақты жол шешеді дейді. Ол жерде не бар болады, асфальт бола ма, барбер бола ма, біз шешпейміз дейді. Енді сендер айтып отырсыңдар ғой бізге. Бұл жерде асфальт біз мына жер ғана асфальт дейміз. Кіріп шыққанды, кіргенді де. Болды енді анан оны Қазавтожол біледі дейсіңдер. Енді біз жиналыс деген жолдың несіне келдік осы. Енді ананы қарасаң бостан-босқа тартып жатсыңдар. Ана 52-інде көрдім бар. Вообще білмеймін немен екенін ана жерін. Ана бір ойын аланы ма бірдеңе жасаған. Енді алаға. Сұрағым бар. Мубараков Рүстем Габидовичтен жеті жүйріктің атқарушы директор. Биыл жол біте ме мына аягөздің маған? Осы участок туралы ма не қалай? Жалпы пол біте ме? Қайта мына ұзартып мына карьерлерді шаршадым мен халықты жинап негізі контракт ноябрьге дейін созылған только реально айтсыншы өтірік айтсыншы Эксплуатациясы ноябрьда өткіземіз деп отыр. Оған дейін реально айтсыншы қалыпты жағдайда болу керек дейді. Негізгі план бойынша. реально Бірақ нақты точкасын қайттан жинаймыз карьер керек деп негізі сіздің мәселені көтеріп отқан жол ғой мысалы а бүгін тақырыбы ана карьер болып тұр КД жеті оған қарсылық жоқ қой ол деген карьерде су толып тұрған карьерлар бар мұнда. уже сроктары біткен сроктар біткен рекультивация жасай беріңдер Ана карьер мен жанында 42 жанында. Мына жердегі карьер бітіп тұр ғой енді одан алмайсыңдар ғой. зират жақта. Сарай мына бетон базда су толып тұр. Түріктер алған ол карьерді қазған. Енді мыналар оған жауап бермейді. Біледі ғой керек. Көріп ойлады ғой. Оны бастайды. Карточкаға келген жерге. Су деген жылда толып тұрады. Жұмысшылар бар. зираттың қасында біз қайтадан біз жасаймыз. осы биыл жалпы мына жолда біз 5 карьерді ұзарттық негізі КДС 12 мына жерде 13 и ана жарма жақта Бізде именно бізде біз сіздің территорияңыз мына КДС 7 ана жармада екеу и мына жерде 5-ші Бізден алыс екен. 17 бірақ сізге қарап тұр аягөз алдында шегін мына КДС 7 бір-бірден заявка тастайды да нет общиймен бір тастаса оларда ситикті участокпен бөлінген ғой а біз генеральный немен ситикпен ғана жұмыс істейміз ол айтады мына 2 карьер керек тағы 2 карьер тағы 1 карьер сөйтіп уже шаршап жүрмін биыл бітеді. үміттенеміз так енді сұрақтар жауаптар бітті деп ойлаймын или тағы сұрақты қоятын адамдар бар ма қазір қойыңыз мына карьерге именно карьерге Карьерға жоқ. карьерге сұрақ жоқ управление жоқ болмаса бір қорытынды жасап жіберейік жоқ сұрақ жоқ. мына КДС 7-ші карьерін өндіруге яғни қазуға жергілікті адамдарда тұрғындарда қарсылық жоқ па проект жоқ бәрі жақтайды деп ойлаймын Қалпына келтіру жұмыстары мен қауіпсіз шаралар сақтау әрине олар ана жолды өткізеді ғой сдача болғанда карьермен бірге өткізеді карьер жөнделмесе олар ақшаны ала алмайды по-моему сондай шарттар бар Білеміз ол. бір жақсы хаттама толтырып ана жауып жіберсеңіз жиналыстың артында жазылып тұр назарларыңызға рахмет Назарларыңызға рахмет. Тыңдалған нәтижелері бүгінгі талқылаудан кейін айтылған ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, тыңдаулар хаттамасымен рәсімделеді. Осы тыңдауларда айтылған барлық мәселелер, ұсыныстар мен ескертулер бірыңғай экологиялық порталда сондай тыңдаулар өткізілгеннен кейін Абай облысы табиғи ресурстар мен және табиғи пайдалануды реттеу басқармасына
2 күн ішінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларында көзделген мәселе мерзімдерде жарияланатын хаттамада көрсетіледі. Қоғамдық тыңдау аяқталды, жабылды. Болды. Рахмет.